Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух. Бауырлар, амансыздар ма? Алла тағала отбасыларыңызға, мал жандарыңызға амандық берсін, береке берсін. Бүгін бір қызық нәрсе болды да. Бір кісілермен барып амандасып жатырмын ғой енді. Сонда жаңа бір жігіт былай ассаламу алейкум деп қолын созып амандаса салды да. Сөйтіп мен уалейкум ассалам деп оның қолын алып, кейін бұрылып аңғарып қарады да. Сөйтіп қайтадан ассалаумағалейкум аға, сіз екенсіз ғой деп жаңа қайтадан мән беріп дұрыстап амандасып жатыр да. Мен айтамын да, сонда сен адаммен мынандай құрметпен дұрыстап амандасу үшін ол мен болуым керек па, немесе бір үлкен біреу болу керек па, сенен жасы үлкен, немесе құрметті біреу болу керек па? Не үшін сен мен екенімді білмей тұрып, мысалы, мен де ешкім емеспін ғой былайша. Бірақ енді ол енді ұстаз деп, жаңа имам деп құрметтеп тұр ғой, жарайды. Енді солай жаңа ассаламу алейкум қалайсыз деп дұрыстап амандасу үшін міндетті түрде бір құрметті біреу болу керек па деймін да. Хасан аль-Басри деген кісі айтады, мына жүректе нифақ деген мына екіжүзділіктің, лицемерияның дәні бар адамның белгісі қандай деген кезде екі түрлі адаммен екі түрлі мәміле жасау. Адаммен екі түрлі мәміле жасау, немесе екі жерде екі түрлі болу дейді. Екі түрлі жерде даусының жаңағы тон дейміз ғой, тоны екі түрлі болу дейді. Баймен қалай сөйлесесің, кедеймен де солай сөйлес. Құрметің бірдей болсын, адам таңдама. Байлардың алдында, әкімнің алдында қандайсың? Кедейдің алдында да сондай бол. Қарапайым қызмет жасайтын адамның алдында да сондай бол. Күштінің алдында қандайсың? Тоның қандай? Әлсіздің алдында да сондай болсын. Мысалы үшін жаңағы күштінің алдында даусың төмен болып жатса, әлсіздің алдында даусың неге көтеріледі сен? Неге оны құрметтемейсің? Сөйтсе біз адамды таңдайды екенбіз ғой, біз кейде сондай болып қалады екенбіз. Адамның дәрежесіне қарап қояды екенбіз ғой біз. Бұл жігіттер, бауырлар, адамның дәрежесіне қарап сөйлесу, бұны не дейді? Бұл жүректің дерттерінен дейді. Былайша айтқан кезде барлық адамды құрметтеу керек. Адамды адам деп құрметтеу керек, болды. Оның қызметіне қарау, оның абыройына қарау, оның дәрежесіне қарау деген сияқты бар ғой. Бұл енді не болады? Адам таңдау болып басталады екен ғой. Барлық адам құрметті. Алла тағала айтады, біз адамдарды құрметті етіп жаратқанбыз дейді. Алла тағала Құранда не дейді қарасаңыз? وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Періштелердің өзіне Алла тағала не деп жатыр? Жерде мен өз орынбасарымды жаратамын деп. Адамға қандай құрмет бергенді Алла тағала. Сол үшін бүкіл адамдарды құрметтеп, бүкіл адамдармен сәлеміміз дұрыс болсын ағайындар.